Сәлем қыздар, бүгін түрік тәттісі, қабақ тәттісін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны ақырына дейін көріп шығыңыздар, өте дәмді десерт шығады. Ол үшін бізге керек заттарымыз: 500 грамм ас қабақ керек, 200 грамм қант, 50 грамм грек жаңғағы, шымшым, корица керек болады. Корицаны қыздар өз қалауларыңызша салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Енді асқабағымызды тазалап, қайнататын ыдысымызға саламыз. Осылай барлық қабақты кастрюльге салып, үстіне 200 грамм қантымызды сеуіп шығамыз. Қантымызды сеуіп, араластырып қоямыз. Қыздар, енді бұл кәді қанттың ішінде 12 сағат тұру керек. Кәдінің соғы шығып, қантымыз еріп, сиропқа айналуы керек. 12 сағат тұрғаннан кейін кәдімізді қанттың ішінде осылай, мінеке қыздар, еріді, соғы шықты. Енді осыны газге қойып, баяу отқа қайнатамыз. Где-то бір 20 минуттардың ішінде уже дайын болып піседі. Мінеке қыздар, піскен кәдімізді алып, осылай ыдысымызға салып аламыз. Өте тәтті, сырты сироппен жылтырап тұр. Үстіне грек жаңғағымызды сеуіп, корицамызды сеуіп, өз қалауларыңызша осылай мороженое қойып, қасына жеуге болады. Өте дәмді десертіміз дайын болды. Егер де видео сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта барлық рецепттерді салып отыратын боламын. Ас болсын.